Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. 8 сыныпқа келген аудандық олимпиада есебімен таныстырып кетейін деп отырмын. Бұл қарапайым идеялардан тұрады. Яғни бөлшектің бөлімін иррационалдан құтылу әдісімен шығаруға болады. Бұл есепті енді қажетті формулалар жазып қояйын. Осы екі формула, қысқаша көбейту формуласын пайдаланамыз. Соны түрлендірген формасы, екінші форманы. Енді бөлшектің бөлімін иррационалдан құтылу үшін бізге түйіндесін көбейтуімізге керек. Түйіндес дегенімізді білеміз. Егер түбірасында а плюс түбірасында б болатын болса, оның түйіндесі түбірасында а минус түбірасында б-ны көбейтуіміз керек. Сол жерде бізде мынандай өрнекті көбейтуіміз керек. Бөлшектің алымына да бөліміне. Енді бөлшектің бөлімі сол кезде осындай түрленеді. Түбірасында мына формула. Так, енді қарайық, түбір мен квадрат қысқарады. Содан 2 шығады, 2-ден 1-ді азайтсақ, 1. Яғни бөлшектің бөлімін иррационалдан құтылдық. Енді екінші өрнекті дәл осы методпен жазамыз. Сол кезде бізде түбірасына 3 минус түбірасына 2. Дәл сол сандарды жалғасады. Бізде қатарымыз 2005-ке дейін жалғасады екен. 2005-ке дейін болған сандардың бөлшектің бөлімін иррационалдан құтылу әдісімен қысқартайық. Сондан кейін шыққан сандарды орнына қояйық. Мынаны бірінші, екінші мынаны, соны жазайық. Сол кезде бізде қысқаратын сандар шығады. Плюс түбірасына 2 мен минус түбірасына 2, плюс түбірасына 3 мен минус түбірасына 3 деген сияқты қысқарады. Бірінші сан мен соңғы сан қалады. Сол нәрсені адасып қалмау керек. Сонда жауабымыз түбірасына 2005 минус 1. Тыңдағандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып, қолдау көрсетіп отырайық. Сұрақтар болса комментарийде күтемін.